Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі біздің география сабағында жи құралдарын пайдалануды үйренеміз. Сабақтың тақырыбы туған өлкемнің визит карточкасы. Өлкетанудың деректер базасын әзірлеу. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 7.3.5.2. Туған өлкенің табиғи аумақтық кешендерін жоспар бойынша сипаттайды және өлкетану деректер базасын әртүрлі формада ұсынады. Сабақ мақсаты: оқушылар жергілікті компонентті өз өңірі мысалында пайдалана отырып, табиғи аумақтық кешендерді әртүрлі деңгейде жергілікті, аймақтық, ғаламдық жоспар бойынша сипаттай алады. Біз тақырыпты түсіну үшін ChatGPT және Gemini сияқты тегін жасанды интеллект құралдарын қолданамыз. Тапсырма: оқушылар шөл зонасындағы қосаяқ пен жыланның суретін салып, оны Grok платформасына жүктеп, генерациялау арқылы жандандырады. Бірінші қадам: промпт жаздырып алу. Біз ChatGPT-ға мынандай команда береміз: маған Қазақстанның шөл зонасындағы жануарлар дүниесін көрсететін сурет жаса. Суретте құмды шөлде жүрген қосаяқ бейнеленсін. Және бізге бірнеше нұсқадағы промпттар беруі мүмкін. Екінші қадам: Gemini арқылы фотосурет генерациялау. Яғни біз дайын промптты қою арқылы суретті генерациялаймыз. Әр топ Gemini платформасын пайдаланып, қосаяқтың фотосуретін жасайды, өздері салып жасаса да болады. Бұл кезеңде оқушылар суретті бояп талдайды. Үшінші қадам: Grok AI арқылы суреттерді жандандыру. Дайын генерацияланған фотосуреттерді бояп, оларды Grok AI арқылы платформасына жүктеледі. Бағдарлама фотосуреттерді жандандырып береді. Қосаяқты визуалды түрде көруге болады.